Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер, құрметті менің көрермендерім. Бүгін осындай керемет дәмді болып шығатын француз салатын дайындаймыз. Және де дастарханға ерекше сән береді. Бұл салатты дайындау үшін бізге 2 піскен қызылша, 3 піскен жұмыртқа және 2 шикі картошка, жүгері, майонез қажет. Осы заттардың барлығын алдын ала осылай дайындап аламыз. Сонда салатты дайындау өзімізге оңай болады. Ең бірінші картошканы сәбіз өткізетін үкіштен ұзынша етіп өткізіп аламыз. Картошканы өткізіп болған соң үстіне салқын суды құйып, шайып аламыз. Крахмалын кетіріп, 2 қайтара шаямыз. Крахмалын кетіріп алсаңыздар, қуырған кезде бір-біріне жабыспай әдемі болып қуырылады. Жуып болған картошканы орамалдың үстіне төсеп, үстінен сүртіп орамалмен суын кептіріп аламыз. Қуырғанда май шашырамайды. Енді кептіріп болған картошкамызды қызып тұрған майға аз-аздан салып, араластыра отырып, қызартып қуырып аламыз. Картошкамыз тез-тез пісіп шығады, жанында қарап тұрамыз. Міне осымен фриіміз дайын болды. Енді салатымызды жинауды бастаймыз. Алдымен піскен қызылшаны ұзынша жіңішке етіп соломкаға турап шығамыз. Менің каналымды жоғалтып алмасы үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Төменде подписаться бөлімін басып, күнделікті үй жағдайында оңай дайындалатын неше түрлі тәтті салаттар, керемет дәмді салаттар және де пирогтар, тағам түрлері салынып жатыр. Және де осы салатты дайындаған болсаңыздар, сіздерге ұнаған болса, төменге комментарийге міндетті түрде пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де сонымен бірге қай қаладан көріп отырсыздар, оны да жазып кетсеңіздер, мен үшін білген қызық. Енді турап болған қызылшамызды ыдысымызға саламыз. Келесі піскен жұмыртқаны да ұзыншалап, жіңішке етіп турап шығамыз, соломка етіп. Жұмыртқамызды турап болған соң қызылшаның үстіне саламыз. Барлығын бір ыдысқа жинаймыз. Енді келесі қуырып алған фридің жартысын саламыз, азғанасын ап қаламыз, бетін сәндегенге. Жүгері саламыз және де азғана ап қаламыз, сәндеу үшін. Енді салаттың үстіне майонез құямыз. Жақсылап араластырамыз. Тұз салудың қажеті жоқ, майонездің өзінің тұзы бар. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді салатты тарелкаға орналастырамыз әдемілеп. Үстіне фриді саламыз, осылай сәндеп, және де әр жерінен жүгері саламыз. Сәндік үшін міне осымен француз салатымыз дайын болды. Өте керемет, дәмі ерекше дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет, ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.